Достар, алдыңғы видеомызда сіздер 2-ақ күннің ішінде 2000 лайк жинап тастадыңыздар. Бүгін уәде еткендей айдың арғы беті туралы құпия фактілер және ғалымдардың арасында тарап кеткен мифтер. Сонымен, айдың арғы беті несімен қызықты, не үшін ол туралы аңыздар тарап кеткен? Негізінен, айдың арғы бөлігін біз ашық аспанда ешқашан көрген емеспіз. Өйткені ай жерге тек бір бетімен қарап айналып жүреді. Мұның себебі жердің өз осінен айналу жылдамдығы мен айдың жерді айналу жылдамдығы өте сәйкес келеді. Енді айдың арғы беті туралы әңгімелейік. 1969 жылы НАСА айға ең бірінші адам жіберді. Бұл өздеріңіз білетіндей Нил Армстронг. Осы оқиға адамзат тарихындағы өз орнын қалдырды. Экспедиция айдың бетінде 2 сағат болған. Осы 2 сағаттың оқиғаларын тікелей эфирден жер тұрғындары көріп отырды. Тікелей эфир кенет өшіп қалды. Тікелей эфирдің өшіп қалғанын НАСА байланыстың нашарлығымен түсіндірді. Ал бірақ кеңес үкіметі мұның бәрі басқаша болған деп болжайды. Нил Армстронг пен оның серігі пилот Эдвин Олдрин және Коллинс ең алдымен айға қонғанда өздерінің луноходтарын шығарды және ай қыртысын зерттей бастады. ақш туын тікті. Бірақ келесі заматта тікелей эфир өшіп қалды. Кеңес ғалымдары бойынша НАСА тікелей эфирді әдейі ажыратып тастаған. Өйткені дәл сол кезде Нил Армстронг пен Эдвин Олдрин өзгеше жанда белгілерді байқаған. НАСАда жұмыс істейтін қызметкерлердің бірінен интервью алынғанда, ол осы жасанды объектілер туралы айтып берді. Оның сөзі бойынша бұл орташа шарқ ішіндес корабль болған. Нил Армстронг пен оның серігі оны біршама уақыт ізінен артынан барған. Кенет ол шар көкжиекке, яғни айдың арғы бетіне өтіп кеткен. Сонымен, айдың арғы беті неге аз зерттелген? Және осы бір экспедициядан соң біршама уақыт өткенде неге НАСА жоспарланған бүкіл экспедицияны тоқтатты? Айдың арғы бетінде түсірілген фотосуреттерден біртүрлі объектілерді немесе қала қирандыларын байқауға болады. Айтпақшы, Нил Армстронгтың оқиғасына келетін болсақ, кейбір ғалымдар тап сол оқиғада адам мен саналы тіршіліктер арасында келіссөз болған деп болжайды. Сол келіссөз арқасында ақш өзге технологиялардың сырын біліп алған дейді. Өйткені сол бір айға ұшқаннан кейін өмірге бізге таныс интернет келген болады. Сонымен, видеомыз бітті. Сіздерден лайк, ал бізден келесі видео Зона 51-дің мистикасы және де Скауронның ВК-дағы парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Сілтемесі төменде.